Көңілдес айласы. Қызым үйде, қылығы түзде, демей ме қазақ? Осы мақалдың қалимаға келе қатысы бар. Үйде ата-анасының алдында тып-тыныш, сабырлы қыз, тірлігі тап-тұйнақтай. Ал қалаға оқуына барса, жемтігін аңдыған, қасқырдай қалталы жігіт аңдығаны. Оны іштей бала кезде жоқшылық көргеннің кесірі деп алдайды өзін. Әкесі шашын жұлғандай қылып жүріп оқуын төлейді. Ал қыздың ойы басқада. Көзін сүзіп тұрғаны, тананы көрген бұқа жібін үзбей қоя ма? Реті келсе пайдаланып қалуға тырысатын жігіттер қауымы да. Алғаш Дүкейдің баласының құрбаны болды. Сыйлық беріп, түнгі клубтарға қыдыртып, жүргенге некелі жар етіп алады деп қалса керек. Қыз ешбір тартынбады. Ол бұған көлік сыйлауға да уәде беріп қойған. Оған сенген Қалима ойланбастай бай баласының құшағына құлады. Төгілген абырой үшін ол өкінген де жоқ. Қыз оны маңызды деп ойламайды да екен. Оқуы аяқталуға жақындағанда аяғы ауыр екенін білді. Бірақ кезекті ойыншығына жалыққан бай баласы бұған күле қарады да оны ешқашан сүймегенін айтты. Жоспар күл-талқан болған Қалима баланы алдырып тастады. Оқуы аяқталған соң қалада қалып, біраз сайрамаңдамақ еді. Қатал әке дегеніне көндіріп ауылға алып кетті. Ауылдағы мектепке мейірбике болып орналасты. Қаланың қызығына үйреніп қалған оның өкпесі қысыла бастады. Бар ойы өз үйіне кету болды, қайда болса да. Сонда ойдың жетегінде жүрген ауылдағы тұрмысқа шығуға болатын жігіттерді бақылай бастады. Таңдауы жалғыз шешесінен басқа ешкімі жоқ. Сабырға түсті. Ол ауылда майда-шүйде тірлік жасап, мектепте қарауыл болып жұмыс жасайтын. Сабырдың еш арам ойы жоқ, можам-томпай біреу болатын. Әр қыздан бір дәмелі болып, олардың мұны менсімейтінін біліп, қастарына жоламайтын да. Бұл салбыраған біреу. Шешесі қашан жүрер дейсің? Не болса да қатыгез әкемнен құтылайын деп ойлайды Қалима. Енді жоспар құра бастайды. Ол сабырды құрыққа түсіретін жоспар. Сабыр мұны алдын алады. Бірақ кейін бетіне салық қылмас үшін адал емес екенін білмеуі керек. Мылтықтың басуына құланның қасуы деп келіп, әке-шешесі алыс қалаға 2-3 күндік жол жүріп барып келетін болды. Оны естіген қыз сабырмен қалжыңдасқан болып, арасында сөзбен түйреп қалатын. Сұлудан дәмелі сабыр мәз болатын. Әке-шешесі кеткен күні Қалима сабырды шақырды. Үйдегі шкафтың есіктері қирап жатқанын, әкесі оны жасауға кәрі екенін желеу етті. Ыстық тамақ жасап, қызыл шараптан да құюды ұмытқан жоқ. Сәлден соң жорта байқамағансып сабырға сүйкеле берді. Еркек емес пе? Оның ойы бозыла бастады. Қалима өтірік қарсыласқан болды. Әбден қызған сабыр ұйықтап кетті. Түннің бір уағында ол Қалиманы жылаған даусынан оянды. Ұйқылы ояу мастығы тарқамаған жігіт не болғанын түсінбей әлек. Бетін басып отырған сұлуды айра-жайра бөлмені көріп есін жинады. Есін жинаған соң оған үйленетінін айтып сабырға шақырды. Бәрі көзі ашып жұмғанша болды. Қалима әке-шешесі келген соң сабырдың олардың алдынан өтуін барынша жылдамдатты. Сонымен абыройдан қолмен ұзатылды. Сабыр да риза. Оның шағымданатын жөні жоқ еді. Жұмысы бар, сұлуы тірлігі тапиядай жарды армандапты ма бұл? Қалиманың бар арманы өз үйінен кету болған соң дегеніне жеткен ол алаңсыз еді. Енесі өзімен өзі, тамағы уақытылы, дайын, киімі жуулы, тірліктен қолы босаған. Одан артық не керек? Сабыр тапқан азын-аулақ табысын келіншегінің алақанына салады. Үйде Қалиманың айтқаны заң. Осылай ешкімге өкпесі жоқ отбасының бір күні бір күнге ұқсап өте берді. Барлығы жақсы болғанымен арада 3 жыл өтсе де Қалима құрсақ көтермеді. Оның негізгі себебін өзі ғана біледі. Ол әрине жас кезінде ойнап жүріп от басқанының, дүниеге келмей жатып үзілгенінің нәрестенің наласы. Қалима мен Сабырдың баласын бақсам деген арманмен өмірден енесі де өтіп кетті. Әке болу да аңсаған Сабырдың шыдамы таусыла бастады. Қалима бар кінәні күйеуіне арта салмақ болған еді. Елдің ақылымен барды ма, әйтеуір Сабыр қалаға барып тексеріліп келді. Бәрі жақсы екенін дәлелдеп қойды.
Сонымен Қалиманың аузы жабылды. Ол енді балалы болудың қамын ойлай бастады. Негізінде балалы болу үшін алдау ғана ойдан шығарылған еді. Оның баяғы желіккен шақтары есіне түсіп, басқа еркектердің назарын іздей бастады. Бір күні Сабырдың айлығы аз, балалы болған жағдайда оны асырауға жетпейтінін желеу етіп, оған алыстан жұмыс сонда аттандырды. Енді күйеуі 15 күн жұмыста, 15 күн үйде болады. Сабыр сүйген жарын қимай-қимай жұмысына кетті. Сол күннен бастап Қалима кезекті құрбанына қақпан құра бастады. Ол ауылға оқу бітіріп келген жас жігіт Ерсінді құрсығына ілінді. Өмірінде құс құшып көрмеген ұяң жігіт, қылықты келіншектің от құшағында өзін жоғалтып алғандай болатын. Ол ылғи Қалиманы бір көруді қалап тұратын. Болашағы жарқын, өсуге мүмкіндігі бола тұра Ерсін ауылда қалды. Бар тілегі ғашығынан алыстамау. Осылайша жымын білдірмеген екеуінің ойнастығы 2 жылға жалғасты. Ата-анасы Ерсінді үйлендіре алмай әлек. Оның көзі Қалимадан басқа ешкімді көрмейді. Шіркін, соған үйлене алсам деп армандайды. Қайдан? Сабырдың бұрын екеуінің әкелері өз қолымен өлтіріп қояр. Ештеңеден хабары жоқ Сабыр 15 күнді әрең өткізіп келетін. Қалима да бұны сағынған кейіп танытатын. Әйелден артылған ба? Оның үстіне ол әйел Қалима болса. Ол Сабырдың жақсы көрмейтінін еш білдірмейтін. Оны алдап арбап дегеніне көндіретін. Сабырдың Қалиманың пысықтығынан сыйлы азамат болып отырғаны елде мойындайтын. Бір күні Сабыр жұмысында алаңсыз жатқан. Бастық шақырып жатыр деген соң асыға басып барды. Қуанышына орай осы жолы 5 күнге ерте қайтатын болды. Ол жағдайды келіншегіне хабарламайды. Тосын-сый жасамақшы. Ақыры сүйген жары мұны жоқ кезінде қатты сағынатын жиі айтатын еді ғой. Сонымен жылдамдатып жолға шықты. Ауылға қайтатын көлік те табыла кетті. Бұл үйге жеткенше қас қарайтып түн болды. Қолында бір сөмке тәттілері бар. Қалимашы тәттіні жақсы көреді. Әйелін қуантпақ болған ол әдейі көшенің басынан түсіп қалды. Ондағысы көліктің даусын естісе тосын-сый болмай қалады дегені. Солай ақырын басып үйіне келді. Иесін таныған ит үре қоймады. Өз кілтімен есікті ашып кірген Сабыр сұмдық көрініске тап болды. Мына масқарадан көзі қарауытып, басын ұстап отырып қалды. Жанталасып кейіндерін іздеп жүрген екеуі дәрменнен атылды. Қалиманы ұра бастаған сол еді, Ерсін сілкіп итеріп жіберді. Жазатайым артында тұрған шкафқа басын соға құлаған Сабырдың көзі аларып сылқ ете қалды. Арада жарты сағаттай уақыт өтті. Қалима Ерсіннен бұрын есін жиып, Сабырдың өлі денесін жұлмалай бастады. Оның енді тірілмесін білген әккі келіншек одан құтылудың амалын іздей бастады. 7 түн болғанда Ерсін екеуі Сабырдың денесін орап алып шығып, Ерсіннің көлігімен ауылдың сыртына алып келді. Осы кездері ауылға келетін жолдарға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан. Солардың қалған бір шұңқырға өлі денені тастап, екеуі көміп тастады. Осының бәрін жасап жүрген Ерсін не істеп, не қойып жатқанын түсінетін халде емес. Себебі өзі қорқып тұрған жігітті соталып кететінін, әке-шешесі зар жылап қалатынын айтып, Қалима одан әрі қорқытып қойған болатын. Некелі жарын өлтіріп қойғаны үшін келіншектің өзі еш шірімкмеді. Жеделдете ауылға қайтқан екеуі үйдегі Сабырдың келгенінен хабар беретін бар айғақты жойды. Денесі қалш-құлш етіп, есік кіресілі шығасылы Ерсін үйінен барып бүк түсіп жатып қалды. Жасаған қылмысы есіне түседі ме, жоқ жауыздығынан шошыды ма? Ол содан кейін Қалиманың үйіне аттап баспады. Анасы Құдайдың зарын қылған соң көп ұзамай-ақ үлкендер таңдаған қызға үйленеді. 1 жылға жетпей балалы болып бақытты өмір сүре бастады. Тек Қалиманы көргенде танымағандай өте шығатын. Қорыққаннан қылмысын әшкере етер деп секемдеген ол да үнсіз жүре берді. Табиғатынан жаны ашу аяушылықты білмейтін Қалима алаңсыз өмір сүре берді. Сол жағдайдан кейін тәубесіне келудің орнына керісінше қалағанын жасайтын болды. Енді оны қатал әке де егере алмайтын. Сабырдың бейшара үзсіз жоғалып кеткендерін ары қарай өмір сүре берді. Соңғы кездері Ерсін түсіне жиі шошып оянатын болды. Түсінде өздері көміп кеткен жерден шығып келе жатқан Сабырды көретін.
Сосын түн баласы көз ілмейтін, көптен бері дұрыс ұйықтамаған ол жындануға шақ қалды. Көзі шүңірейіп азып кетті. Оның бұл түрінен үйдегілер де шоши бастады. Ерсін енді бұлай жалғастыруға болмайтынын түсінді. Бір күні таңертең ерте тұрып үйімен қоштасты да полиция бөлімшесіне барып, сол түнгі оқиғаны бүкпесіз жайып салды. Сол жерде қолына кісен салынып, кейін Қалиманы да алдырды. Екеуі сабырды көмген жерді жобалап көрсетті. Ауылдастары бұл жан түршігерлік жағдайды естігенде шошыды. Ерсіннің ата-анасы елге қарайтын халде болмады. Келіндері баласын алып кетіп қалды. Бір әйелдің айласы 40 есекке жүк. Бір Қалиманың кесірінен қанша адам қайғы жұтты.